Бүгінгі видеода сендермен бірге футболдың аңызы ең бай, танымал Криштиану Роналдудың аккаунтына обзор жасайтын боламыз. Ема достар, мына аккаунтта қарайтын болсаңдар 100 уровендік аккаунтты тауып аласың ғой, және де бұл аккаунтта бүкіл пропустар алынған айта алмадым. Видео басылмастан бұрын осы каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпа. Осы каналды тезірек 10 подписчикқа жеткізіп тастайық. Ал кеттік достар, Free Fire'дағы Роналдудың аккаунты қандай болады деген давайте көретін боламыз. Мына жақта бізде Крона деген аккаунт шықты, осы болу керек. Давайте көрейік бізде мына жақта қандай аккаунт. Ема достар, Роналдудың аккаунты банға кетіп қалған ба не? Ал келесі аккаунтты көретін болсақ, бізде 3 сағат бұрын кірген достар, түрізді тастап қойық. Давайте көрейік аккаунты қандай екен. Енді мына аккаунтты айтатын болсақ, бізде 80-ші уровендік аккаунт достар, 102 мың лайкты жинап тастаған. Рейтингін айтатын болсақ, бізде екеуінен де эксперт қой достар. Бізде қанша рет мастер болған екен. Давайте көрейік достар, бізде бұл рейтингтан бізде қанша рет 30 рет мастер болған, ал КБ рейтингтан болса, бізде достар 27 рет болды. Описаниясын оқитын болсақ, бізде я новый админ ФФ жазып кеткен екен. Ема достар, мына аккаунт бүкіл пропустардың барлығын алған ғой. Ема айта алмадым. Мына жерді көретін болсақ, бізде Сакуран наборы, содан кейін эмоция, содан кейін бізде сары қызыл набор, редкий набор мынада бар ғой. Ал мына жақты көретін болсақ, бізде ема олдовский пропустардың наборы тұр ғой, содан кейін бізде сары ящик тұр. Гильдиясын айтатын болсақ, бізде Клинок Ночи деген 6-шы уровендік гильдиясы бар екен, 48 адам бар. Праймы болса бізде 8-ші Прайм, содан кейін бізде не разливада, супер геймер, содан кейін бізде не последняя легенда деген значоктары бар. Сетіне оценка беретін болсақ, мына жақтан бізде грим, содан кейін бізде қызыл маска, осындай әдемі, содан кейін бізде ақша осындай, сосын бізде иньянның наборы, осындай үстіге киетін, содан кейін астындағы бізде хип-хоптың асты бар, осындай олдовский, және соңғысы бізде аяқ киім, осындай роп розовый. Бұл аккаунтты ойына қандай екен давайте көрейік. Бізде солодан 29% хедшотпен ойнайды деген, ал бізде дуодан болса бізде 29%, ал отрядтан болса бізде қанша екен достар, бізде 22% ойнайды екен. Мықты ойнайтын оружиялары бізде АК-47, UMP, Парафал, Магон, МП-40, Скар, Мини Узи, МП-5 деген оружиялармен жақсы ойнайды екен. Ал список желаниясын қарайтын болсақ, бізде осындай машина, доска дейма барлығын толтырып қойған екен. Ал біздің бірінші бай аккаунтымыз осындай болып шықты. Видеоны ұнаса лайктарды басып, каналға тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңдар. Ал біз екінші аккаунтқа кеттік. Достар, екінші аккаунтқа да келіп жеттік. Бізді 3 сағат бұрын кірген екен, дүрізі тастап қойық. Енді бұл аккаунтты айтатын болсам, енді 71-ші уровень 1.180 лайкты жинап тастаған ғой. Рейтингі болса бізде КБ-дан мастер, ал бұл рейтингтан болса бізде платина 4 екен. Бізде қанша рет мастер болған давайте көрейік. Мына жақта бізде 20 рет болған КБ-дан, ал бұл рейтингтан бізде 20 рет тоже болған екен. Ал пропустарын көретін болсақ, ема достар, мына медальдарды қарасындаршы, бүкілін қалай сатып алған. Мына жерде бізде өзіне ұнайтын наборды қойып қойған екен, содан кейін мына жақта бір значок. Сетіне оценка беретін болсақ, бізде қолындағы катанасы, осында қап-қара катанасы бар екен, енді айта алмадым. Әдемі, содан кейін бізде осындай, содан сақалы бар, содан кейін мынандай шляпа достар, олдовский. Үстінде болса осындай мастердің футболкасы бар, астында бізде штаны ангела, қызыл штаны ангеласы бар, содан кейін қызыл кроссовка. Бұл баланы ойны қандай екен давайте көрейік. Подробнен басып, бізде 22% хедшот достар, дуодан болса бізде 26%, ал отрядтан болса бізде достар 24% ойнайды екен. Мықты ойнайтын оружиялары бізде P90, UMP, Парафал, Мини Узи, Скар дейма, МК дейма, МП-40 тарабаштармен жақсы ойнайды, молодец, сен аңғарасыңдар. Ал армандарында бізде дым жоқ екен. Ал бізде екінші танымал ютубердің аккаунт обзор аяқталды. Видеоны ұнаса лайктарны басып кетіңдер. Ал біз 3-ші аккаунтқа кеттік. Ал 3-ші аккаунтқа келетін болсақ, бізде 3 минут бұрын кірген екен, дүрізі тастап қойып. Аккаунтын айтатын болсам 85-ші уровень 432 мың лайкты жинап тастаған, молодец. Рейтингін айтатын болсақ, КБ-дан бізде эксперт мастер екен, ал бізде бұл рейтингтан болса алмаз 3. Бізде қанша рет мастер болған екен? КБ-дан бізде болған 30 рет болыпты, бұл рейтингтан болса бізде 27 рет
болған. Мына жерді көретін болсақ, бізде контент мейкердің галочкасы бар, содан кейін не разливада, содан кейін бізде описаниясына арабский сөздер жазған екен. Мына жақ профилін көретін болсақ, бізде мына жақта ештеңе қоймаған, пустой. Праймы бізде 8-ші прайм достар, не разливада, содан кейін супер геймер, содан кейін тағы да бір значогы бар, содан кейін бізде контент мейкердің галочкасы бар. Сетіне оценка беретін болсақ, бізде осындай оружиясы бар, белый, черный, осындай қап-қара. Бетінде бізде сақалдың скины бар, содан кейін бізде шашында осындай көккенбек инкубатордың шашы. Сосын бізде мотокуртка достар, астында бізде штаны ангела и тәпішке достар, полный көккенбек сет істеген екен. Ойынның қарайтын болсақ, бізде солодан 71% хедшот, ал бізде дуодан болса, бізде дуода қандай екен? Бізде дуода бізде 38% хедшот, ал отрядтан болса бізде қанша екен достар? Бізде 32% хедшотпен ойнайды екен. Мықты ойнайтын оружияларын айтатын болсақ, бұл адам енді АВМдармен жақсы ойнайды екен. Содан кейін бізде Драваш, Магон, UMP, Дима, MP40, Скар осылармен жақсы ойнайды. Ал список желаниясында бізде осындай заттарды қойған, новыйдан шығатын эмоциялар, және де бізде мына жақта өзінің спырғышпен ұратын эмоциялар, содан кейін мынандай эмоция, содан кейін мынандай тағы да осындай шаштарды қойып қойған екен. Ал біздің үшінші өзгеше аккаунтымыз осындай болып шықты, ал біз төртінші аккаунтқа ехала кеттік. Енді төртінші аккаунтқа келетін болсақ, бізде 17 минут бұрын кірген екен, дұрысы тастап қойайық. Мына аккаунтқа қарайтын болсақ, бізде 100-ші уровендік достар шынына жеткен аккаунтқа, содан кейін бізде 1 миллион лайк. Рейтингі болса КБ-дан бізде эксперт мастер, ал битва отрядтан бізде мастер 30 екен. Бізде қанша рет мастер болған екен? Бізде 30 рет мастер болған КБ-дан, ал бұл рейтингтан болса бізде 31 рет болған. Описаниясында бізде тиктогын жазып қойған екен, содан кейін бізде неразливадасы 451 күн болған. Пропустарын көретін болсақ, бізде ема достар, барлық бізде элитный бояқ пропустың екеуі де алынған. Ал мына жақта болса бізде барлық эволюциялардың бөкелін қойып қойған, full эволюциялар. Праймы бізде 8-ші прайм, содан кейін бізде неразливада, содан кейін бізде контент мейкердің галочкасы бар. Сетіне оценка беретін болсақ, бізде осындай МК-сы бар екен достар, бұрынғы енді олдовский МК деп айтсақ та болады. Инкубатордағы бетінде осындай грим бар, содан кейін бізде маскасы осындай имбовый қызыл маска, содан кейін бізде ақ шаш бар, содан кейін бізде футболкасында бізде осындай достар Индонезия деген жазуы бар. Сосын бізде достар ақ штаны ангеласы бар, содан кейін бізде ақ кроссовка. Ойынның көретін болсақ, бізде солодан бізде 25% хедшот, ал бізде дуодан болса бізде достар 25% хедшот, ал бізде отрядта болса бізде 26% бен ойнайды екен. Оружиясын айтатын болса, мына жақта достар қарасындаршы, мен айтпай-ақ түсіндірмей-ақ қойын, мына аккаунтта қарасындаршы, бүкілі қып-қызыл золотистый бүкілмен жақсы ойнайды ғына бала. Ал армандарын қарайтын болсақ, бізде осындай армандарын қойып қойған екен. Бізде осындай эмоциялар, содан кейін бізде осындай припите эмоция, содан кейін бізде осындай мотоциклге мінетін, тағы да осындай басқа эмоциялар бар екен. Осылайша 5-ші аккаунтқа да обзорды аяқтадық. Видеоны ұнаса лайктарны басып кетіңдер. Ал біз 5-ші аккаунтқа кеттік. Енді 5-ші аккаунтқа да келдік. Біз 21 минут бұрын кірген, дұрысы тастап қойық. Бұл да достар 100-ші уровендік аккаунт қой. Енді аккаунтын айтатын болсақ, бізде 100-ші уровендік аккаунт 102 000 лайкты жинап тастаған. Рейтингін айтатын болсақ, КБ-дан бізде эксперт мастер екен, ал бұл рейтингтан болса бізде платина 4. Бізде қанша рет мастер болған екен? КБ-дан бізде 24 рет болған, ал бұл рейтингтан болса бізде 25 рет болыпты. Пропустарын көретін болсақ, бізде барлық пропустар алынбаған, яғни бізде барлығын емес, енді өзіне ұнайтын пропустарды алатын болып тұр бұл адам. Ал мына жақта болса достар 100-ші уровендікке беретін бізде эмоциясын қойған, ал қастарында бізде 100-ші уровендік осындай эволюциялар тұр. Сетіне оценкасы дейтін болсақ, бізде осындай имбовый эволюцияның дравашы бар, және маскасы бізде осындай маска, содан кейін шаштарында бізде осындай розовый шаш, содан кейін үстінде осындай бізде қандай джемпер ма, осындай бізде джемпері бар, содан кейін бізде сары штаны ангела, ал аяғында бізде дым жоқ. Ал ойындарын көретін болсақ, бізде солодан бізде 28% хедшот, ал бізде дуодан болса бізде достар 30% хедшот, ал отрядтан болса бізде достар 26% бен ойнайды екен. Ал мықты ойнайтын оружиялары бізде осындай MP40, Драваш, Парафал, Мини, Узи, Скар, Дима, AK-47 осылармен жақсы ойнайды екен. Армандарын көретін болсақ, бізде осындай нәрселерді қойып қойған достар, мынандай осындай эмоциялар, содан кейін бізде осындай дыбыстар, сөйлейтін дыбыстар ойды, мен осындай, содан кейін бізде осындай анимациялар прибития. Енді айта алмадым, эмоциялардың бүкіл түрін қойып қойған ойдың достар, қарасам бүкіл эмоциялар. Ал біздің 5-ші және де соңғы аккаунтымыз
осындай болып шықты. Бүгінгі видеода сендерге ұнаған ең бай танымал аккаунттарды комментарияға жаза кет. И осы видеоға лайк басып тіркелуді ұмытпа. Келесіде қандай аккаунттарға обзор жасайын, давайте комментария толық жаза кетіңдер. Ал сендермен бірге болған мен Микош, келесі видеоларда көріскенше.